Hello guys, how are you? I'm going to talk about possessive case. Possessives divided three groups: possessive case, possessive adjective, and a possessive pronoun. The first one is possessive case. Possessive case бізде зат есімнің тәуелденуі деген мағынаны білдіреді. Яғни қазақ тіліндегі ілік септігінің қызметін атқарады десек те болады. Келесі, possessive adjective тәуелдік септігінің рөлін, қызметін атқарады. Зат есімнің алдында тұрады. Possessive pronoun сөйлемнің соңында келеді. Possessive case, яғни біз жаңағыда айтып өттік, ілік септігінің қызметін атқарады. Яғни мына апостроф S жұрнағы жалғанады. Яғни бұл апостроф S дегеніміз ның, ның, тың, тің, дың, дың деген жұрнақтарды береді. Яғни ілік септігінің жұрнақтары. Мысалына қарайық. The boy's bike. Ұл баланың велосипеді. Яғни boy дегеніміз ұл бала, апостроф S міне ның, ныңды білдіріп тұр. Сонда ұл баланың велосипеді. Көпше түрде қандай болады? Көпше түрде S, яғни зат есімді көпше түрге айналдырып аламыз, сосын барып апострофтың өзі қойылады. Көпше түрдегі формасына қарасақ, the boys уже көпше түрге айналып тұр, и апостроф балалардың, ұл балдардың bikes велосипедтері. Келесі, the girl bag қыздың сөмкесі, ал қыздардың сөмкесі деп айтатын болсақ, the girls, міне көпше түрге айналдырып алдық, мына жерде girlды, и апостроф қойылып тұр. Bags және зат есімде көпше түрге айналдырамыз. The girls' bags, қыздардың сөмкелері. Osman's pen, Османның ручкасы. Көпше түрде Osman's pens, Османның ручкалары, қаламсаптары. Яғни Айсұлу's dress, Айсұлудың көйлегі. Айсұлу's dresses, Айсұлудың көйлектері. Ережеге бағынбайтын зат есімнің көпше түрінде қалай қолданылады? Жекеше түрін қарап өтейік. Singular form, the child's book, баланың кітабы. Я, бір ғана баланың кітабы. Бұл кезде міне апостроф S қойылады. Және көпше түрінде де plural form, көпше түрінде де апостроф S қоямыз. Себебі мұнда зат есімге S жұрнағы жалғанып тұрған жоқ, өзінің ережесімен тұр. The children's books, балалардың кітаптары. Келесі сөзіміз women's bags, әйелдің сөмкесі. The women's bags, әйелдердің сөмкесі. Яғни мұнда өзгеріп тұрған women жекеше түрде қолданса, көпше түрдегісінде мұнда E әрпіне өзгереді. Women's bags. Және мұнда сөмкелер, екі әйелдің сөмкесі екі бөлік, сондықтан көпше түрде жазылады. The women's bags. Келесі тағы ережеге бағынбайтын сөзіміз the man's hat, ер адамның қалпағы. The men's hats, ер адамдардың қалпақтары. Тағы бір ереже, екі адамға бір зат тиесілі болғанда қалай айтамыз? Яғни this is Jack and Mary's laptop. Jack пен Mary'дің ноутбугі. Яғни екі адам бір ноутбукты пайдаланады. Екі адамға бір ноутбук тиесілі деген сөз. Міне, this laptop belong to both of them. Олардың екеуіне бір ноутбук, мына ноутбук тиесілі. Сондай жағдайда Jack and Mary, міне, екі адам аты беріледі, екінші адамға апостроф S-ті қоямыз. Келесі, егерде екі адамда екі бөлік жаңағы заттар болғанда қалай болады? Мысалға, Jack'тің ноутбугі бөлек және Mary'дің ноутбугі бөлек. Ондай кезде міне қараймыз. These are Jack's and Mary's laptops. Мыналар, міне бірінші адамға да апостроф S-ті, екінші адамға да апостроф S-ті қолданамыз. Себебі екеуінің ноутбуктары екі бөлік. Және laptop сөзін біз көпше түрге айналдырамыз. Екі ноутбукты көрсетіп тұрмыз. These are Jack's and Mary's laptops. Each person has his or her own laptop. Яғни екі әр адамның өзінің жеке ноутбуктары бар. Келесі ереже заттың бөлігін айтқанда. Яғни біз заттарға of сөзін қолданамыз. Of дегенімізде ның, ның, тың, тың деген жұрнақты береді. Яғни бұны біз көп жағдайда заттардың бір бөлігін айтқанда қолданамыз. Мысалға, the floor of bathroom.
яғни ванна бөлмесінің едені. Иә? Келесі. Тағы да бір адамдарға қатысты қолданылатын ережеміз бар. Ол бізде we can also use of with people. Яғни адамдарға қатысты айтқан кезде бұнда сөйлемнің соңындағы мына пронаундар possessive пронаунда тұрады. Мысалға, she is a friend of mine. Ол қыз, ол дос меніңкі. Ол дос менікі, менің досым деген мағынада білдіріп тұр. Яғни осындай жағдайда мына сөйлемнің соңында possessive пронаун болған кезде оның алдына of'ты қолданамыз. Осындай жағдайда ғана. Мысалға тағы да бір ереже мына заттарға қатысты. The trunk of tree, яғни ағаштың мынау діңгегі дейміз бе, өзегі. Окей. Келесі. Сұраулы сөйлемде мысалға сол заттың бөлшектері. Мысалға мына жерде машинаның төбесі жоқ, үйдің есігі жоқ деген сияқты, велосипедтің дөңгелегі жоқ, мына жерде сағаттың тілі жоқ. Енді соны қайда деп сұраған кезде where is деген сұраулы сөзді қолданамыз. Where is қайда? Where is мына шатырды біз roof деп айтамыз. Бірінші, яғни мына жерде жоқ зат, жоқ затты сұраймыз. Where is the roof of my car? Қандай заттың бөлшегі жоқ? Яғни машинаның крышасы жоқ. Сол кезде where is the roof of my car? Менің машинамның төбесі қайда? Келесі. Менің үйімнің есігі қайда? Деген сияқты сұрақ қоятын болсақ, жаңағыдай where is-ді қолданамыз. Where is енді есік жоқ, демек біз мына жерге есікті жазамыз. Where is the door of my house деп жазамыз. Келесі. Мұнда енді қараймыз. Екі дөңгелек болады. Және сағаттың тілдерде бір емес, яғни екеу немесе үш тілі болады. Яғни біреуі сағатты, минутты, секундты көрсететін. Сондықтан біз мұнда көпше түрдегі формасын қолданамыз. Where are the жоқ затты қолданамыз, яғни дөңгелек жоқ. Wheels, where are the wheels of my bike? Менің велосипедімнің дөңгелегі қайда? Where are тілі жоқ. Hands, where are the hands of my clock? Түсіндік қой, Енді келесі тағы бір ережеміз бар. Whose. Whose дегеніміз кімдікі деген мағынаны білдіреді. Ал енді мына жердегі заттар кімге тиесілі, кімдікі екенін сұрайтын болсақ, whose деген сұрақты қолданамыз. Whose'ден кейін біз зат есімді қолданамыз. Whose bicycle is this? Мына велосипед кімдікі? For example, мына біріншісінде қарайық. Whose bicycle is this? Мына велосипед кімдікі? This is, міне, сұрақ бізде is this пен қойылды ма? Демек, this is бен жауап береміз. This is Tony's, міне, Tony апостроф S, Tony'дің. This is Tony's bicycle. Мынау Tony'дің велосипеді. Келесі, тағы бір екі суретке мысал келтіріп өтейік. Мысалға, school bag. Мына сөмке кімдікі деп сұрайтын болса, қалай айтамыз? Бірінші нені қоямыз? Яғни whose'ді. Whose bicycle'дың орнына біз school bag'ті қоямыз мына жерге. Whose school bag is this? Сонда мына сөмке кімдікі деген сұрақ құрастырылды. Енді жауап бергенде, яғни is this пен сұрақты қойдық, демек солай жауап береміз. This is, екеу орындарына ауысады. Сұраулы сөйлемде is, мынау this, that сілтеу есімдіктердің алдына шығып кетеді. Яғни жауап берген кезде this сөйлемнің басында тұрады. This is Tom's сөмкесі. Tom апостроф S-ті қоямыз. Tom's school bag. This is Tom's school bag. Бұл Томның сөмкесі. Енді көпше түрде қандай болады? Мысалға, books. Көпше түрде is this емес, are these деген көпше түрдегі формасын қолданамыз. Whose books are these? Мына кітаптар кімдікі? Ал жауап берген кезде, these are the boys апострофтың өзін ғана қоямыз мұнда. The boys books. Мыналар ұл балдардың кітаптары.
Ал қалған мына жердегі басқа тапсырмаларды маған жекеме орындап жіберіңдер, жарай ма? Окей, тағы да. Міне singular form. Whose camera is it? Мына камера кімдікі? It is Tom's camera. Қайда камера? Міне. It is Tom's camera. Бұл Томның камерасы. Whose flowers are they? Яғни көпше түрде are they қолданылады және зат есім көпше түрде тұрады. Whose cameras are they? They are Tom's cameras. Олар Томның камералары. Ал енді бізде мына жерде гүлдерге келген екен. Сұрақ Whose flowers are they? Flowers бізде Alicia'да тұр. Яғни бұлар кімнің гүлдері? Яғни are they мен сұрақ қойды. Демек жауап берген кезде they are Alicia's flowers деп жазамыз. Ал қалған тапсырмаларды дәл осы сияқты етіп орындап маған жекеме жазып жіберіңдер. Thanks for your watching. See you next time. Goodbye.